Сәлем достар, Googleға кабинет налогоплательщика деп жазамыз. Шыққаннан кейін оған басып кіреміз. Войти по ЭЦП. Выберите файл дегенге аутсты ең біріншісін таңдаймыз. ЭЦП-мізді таңдап болғасын парольді енгіземіз. Достар, бұл бізде 910 форманың жаңа формасы. Мынандай хат келсе, степені риска қарап аласыздар. Егер низкий болатын болса, оған жауап берудің қажеті жоқ. Осылай птичка қойып, далее басамыз. Мынандайда хат келеді, ознакомлен дейсіздер. Ең бірінші отчет тапсырар алдында біз өзіміздің кабинет налогоплательщиктің жүрегі лицевой счетты қараймыз. Запросить сальдо ЛС, обновить страницу деп, ішіндегі счеттарды қарап шығамыз. Қараңыздар, қаншама сумма бізде бар. Бұл суммалар біздің төлеген налогтар болып табылады. Енді есептеп қарайық біріншісін. Біз подоходный налог ай сайын 8400 теңге төлеп отырдық. И оны 6-ға көбейтсек 70400, яғни 6 айдыкін. Бізде шығып тұр. Келесі 7000, оны көбейтеміз 6 айға. Сонда бізде 42000. Ол да шығып тұр. Бұл бізде пенсионка. Бұл жерде пенсионка деп жазылып тұрмағанымен, мына жерде КПК-сы болғасын, сол арқылы оқып отырмын. Келесі 17150 көбейтесін 6 айға, дәл солай 102900 шығып тұр. Келесі бізде медстрахование 4900 көбейтесін 6 айға 29400 шығып тұр. Ал мына жерде бізде көбірек, 34300 теңге. Лицевой счетта бұл ақша қайдан жүр, ЕГОВтан қарап аламыз. Достар, кез келген біздер отчет тапсырар алдында ЕГОВ арқылы тексерген жөн. Мысалға, мен қазір рабочий стол арқылы өзімді документіме жеттім. Міне, аутспен кірдім, паролімді жаздым. Достар, барлығын тексеріп аламыз. Тексермей отчет жасамаңыздар. Босқа жасап, оны отозвать етіп жүргенше, осылай нақты блокнот алып, тексеріп шығыңыздар. Мына жерде трудоустройство и занятость дегенде біз соцотчисленияны қарай аламыз. Дұрыс төледік па? Социальное обеспечение дегенде біз пенсионканы қарай аламыз. Амна здравоохранениені бассақ, онда медстрахование дұрыс төледік па? Соны қарай аламыз. Осы жерде, мына жерде ұзақ жазумен жазып тұрған предоставление информации об участии деп жазылып тұр ғой. Соны басамыз. Заказать услугу онлайн. Далее басасыздар. Және де осы жерде тағы да ЭЦП-мізді подписать етеміз. ЭЦП бұл жерде мана кіргенде аутс таңдасақ, бұл жерде рысамен белгілейміз. Астындағы рыса деген. Осыны таңдап болғаннан кейін паролімізді жазып, открыть дейміз. Подписать. Мынандай бет шығады сіздерде, обновить статус дейміз. Кейде ұзақ тұру мүмкін, осы қағазды ашыңыздар да. И осы жерде сіз ай бойынша қарап шығуыңызға болады. Мысалға, 06-23 жыл, біреуі бар 4900. 05-23 тағы да бар. 06-05, бізге 04 керек, енді. Міне 04-ті таптым по очереди, бірінен кейін бірі. Қалған мына жердегі төлемдердің барлығы өзден басқа жұмыстарынан. Яғни мектепте істесе, мектептен. 03-02-ні таптық. Қараңыздар, 02 2 рет төлеген. ИП өз атына, сол себептен бізде анда көбейіп тұр. Бұл бірақ отчисление төлеген екен, ОСМС-ке. Оны отчетта отырғызбаймыз. Міне 01-ді таптым. Бізде не үшін көбейіп тұрғанын міне біліп алдық. Сіздер де осылай тексеріп алсаңыздар болады, айма-ай. Егер бір айда 2 рет төленіп қалса, онда оны возврат жасап қайтару керек. Журнал форм. Бірінші регистрационный данныйға кіреміз. Регистрация лицевой счеттан кейін кіретін біздің пунктіміз. Осылай баса бересіздер, потому что осы уақытта өте көп адам отыр и осылай загруз көп қалады. Кейде бір күн тұрып қалады, осылай ашылмай. Бірақ біз бүгінгі күнгі датамен өзгермейінше баса беру керек біз. Себебі данныйлар үнемі өзгеріп отырады. Мына жерде осы пунктті тауып аламыз. 9-шы пунктті қарап алдық, қазір қайтып ораламыз. Настройка списка форм деп жаңадан страница ашайық. Бұл жерде отчеттың даталары. Өздеріңізге керек жылды таңдап алыңыздар и 910 форманы таңдаймыз. Упрощенный режим дегенді. Таңдап болғаннан кейін, біздің бастапқы бетіміз. Осыны қазір толтыратын боламыз. Бұл жаңа форма. Жаңа формада бірінші полугодияны белгіледім, себебі январь, февраль, март, апрель, май, июнь бірінші полугодияға жатады, қалған айлар екінші полугодияға жатады. Не ведет бухгалтерский учет дедім, себебі бізде упрощенный режим бухгалтерлік қызметті қажет етпейді.
Келесі 6-шы пунктті қараймыз. 6-шы пунктте первоначальный, очередная, дополнительный по уведомлению и ликвидационная деп тұр, иә. Первоначальный дегеніміз ең бірінші рет тапсыратын болса, онда первоначальный болады. Ал егер де очередная десек, ол осыған дейін тапсырып жүрсеңіз, онда очередной деп белгілейсіздер. Дополнительная деп отырғанымыз, сіз қате жіберсеңіз, дополнительный доп отчет жіберіп, осыны белгілейсіздер. Келесі дополнительный по уведомлению дегеніміз, мана естеріңізде ма, ең бірінші бетті ашқан кезде бізге хат келіп тұрды, иә, ол хат низкий ол. Егер ол жерде высокий болатын болса, біз соған жауап беру керекпіз. Хаттың уведомлениясын аламыз да, мына жерде дополнительно по уведомлению деп толтырамыз, птичка қоямыз. Так, ликвидационный ол жерге егер ипны жабатын болса, онда ликвидационный деп белгілейміз. Бірақ бұлардың барлығы бізге әзір керек емес, сондықтан біздің отчет қай уақытта, қай периодта және де қашан ашылды соған байланысты толтырамыз. Бірінші, оны белгілеу үшін журнал формды қарап алайық, иә? Міне. Так, форма налоговой отчетности, журнал форм дегенді жаңа бетке ашайық. Мынада даже көрдіңіздер ма, найти дейміз. Мына жерде екі отчет тұр, екеуі де 250-ші форма. Бұл бізге демек 910 форма мүлдем тапсырмаған. Сондықтан первоначальный дейміз. Так, резидент Қазақстаны, яғни Қазақстанның резиденті болса, онда барлығымыз соны белгілейміз, иә. 560 мың ай сайын доход болып, бізде оны көбейтеміз 6 айға 3 360 000. Оны копировать етіп алыңыздар. Және де доходқа вставить етесіздер. Сол кезде бізге автоматты түрде подоходный налог, соцналог қанша төлеу керекпіз, соны мына 70 400 деп тұр ғой, соны есептеп берді. Тағы бір айта кетерлік, мына жерде доходта безналичный, наличный да көрсетуге болады. А1, А2 пункттерде, мен общий бір көрсеттім доход деп. Оны сіздер егер безнал болса, онда астына жазып тағы да көрсетулеріңізге болады. Келесі, біздің зарплатамыз, ИП-да болған зарплатаны жазып шығамыз келесі пунктте. Мысалы, бізде 490 мың ең высокий зарплата болды. Сізде мысалы 300 мың болуы мүмкін, е? Әркімде әртүрлі ғой, сол себептен соны көрсетесіз. Так, мына жерде мен қате жазыппын, бір нөлдерін қосып шығайын қайттан. Міне 490 мың зарплатадан бізде болды. Ана үстіндегі соцналог өшіріліп қалды, көрдіңіздер ма? Автоматты түрде өзі есептеді. Мана лицевой счетты да дәл сол цифр шығып тұр, яғни біздің төлегеніміз. Бірінші бетіміз болды. Страница 2-ны басамыз. Міне 17 150 деп автомат түрде есептеген. Енді пенсионканы теріп шығайық. Пенсионканы 70 мың, 300 мың зарплата болса, немесе 490 мың зарплата болса, мысалға, әркім әрқалай жазады пенсионкасына байланысты. Мен самый минимальный бойынша жаздым. Бірақ июльдің 1-нен бастап мұндай пенсионка көрсетпейміз, яғни 490 мың зарплатаға, иә. Болды, барлығы толды. Енді ВОС-МС 4900 деп 6 айдықын енгізіп шығайық. Так, пенсионканы міндетті түрде толтыруымыз қажет. Болды, міне біздің отчисленияның барлығын біздер енгізіп шықтық. Енді соңғы страница 4 дегенді басамыз. Мына жерде біздер кодтарды жазу керекпіз қаланың. Манаға регистрационный данные естеріңізде ма, осы жаққа кіреміз деп 9-шы пунктте мына жер жазылып тұр. 618 УГТ город Ақтөбе деп тұр, е. Міне соны осы жерге жазамыз. Аудан болсын, район болсын, міндетті түрде өзіміздікін тауып аламыз. ИП қайда, сіз қайда прописаныз, соны жазамыз. По месту жительства и по месту нахождения ИП. Мына дұрыс басылмай қалды, қазір дұрыстап басып жіберем. Келесі мынау по месту жительства. По месту нахождения ИП, по месту жительства прям жазылып тұрады төбесінде. Мысалы 618 мына жерде по месту жительства деп тұр, көрдіңіздер ма? Вот, осылай қатесіз УГТ-ларыңызды толтырыңыздар. Болғаннан кейін проверить заполнение дейміз. Ошибок нет. Яғни 910 форманы жіберуге дайынбыз. Так, қараңыздар. Давайте ошибка жасап көрейік. Мына 4900-ды алып тастайық. 0 де қоймайық. 0 хотя бы доход болмаса 0 қойға болады ғой. Жоқ, оны да қоймайық. Давайте проверить заполнение дейміз.
немесе ипда декретке шығып кетсең, иә, 0 қою керекпіз, пустой қалдырмау керекпіз. Обнаружена ошибка дейді. Обнаружена ошибка, астына ошибка дегенді ашамыз, и мына жерде қызылмен бізге ошибканы көрсетеді. Үстін бассаңыздар, автоматты түрде қызылға апарады сізді. Сөйтіп, сіз өзіңіздің қатеңіз қай жерде кетті, тексеріп алуыңызға болады. Так, сонымен жаздық 4900 деп болды, иә. Ал ВОС-МС-ті барлығы төлеу міндетті. Тек егер доход болмаған жағдайда 3 жасқа дейін баласы барлар, күміс алқа, алтын алқа, көп балалы дегендер ғана босатылған, иә. Ал доход болса, ол кісілерде онда төлеу керек міндетті түрде. Мысалға, так, келесі мына бәрін тексеріп алды. Отправить в ОГД дейміз. Мына жер бәрі жазылып тұрды. Первоначальный 910, первый полугодие деп бәрін оқып алыңыздар. Потом выберите. Рысамен подписать етеміз. Аутспен подписать етпеңіздер, ошибка береді. Сосын парольдеріңізді жазасыздар. Жазып болғаннан кейін выбрать. Отправка успешно завершена дейді. Біз отчетымызды тапсырдық. Енді журнал форумға кіріп қараймыз. Найти біздің отчет бар ма? Міне, көрдіңіз ма? 250-250-дің үстіне 910 деп тұр. И ол разнесена болған. Так, лицевой счет тексерейік. Мана ақшалардың барлығы отырған. Енді 70.400, мына 70.150, 9800 неге отырмаған десеңіздер. Себебі мен отчетты бүгін жасап жатырмын, иә, 17-сі жасап жатырмын. Ал біздер, мысалы, июнь айындағы налогтарды, немесе подоходный налог, оның барлығы 25-нен кейін отырады. Сол себептен 1,7 бір 17.150 и 4.900, иә. Неге 9.800 мана түсіндірдім, біреу артық төлеген екен, ОС-МС-қа төлеп жіберген екен. Сол себептен 9.800 деп тұр. Осының барлығын осы жерде тұрады. 25-нен кейін жоғалып кетеді, 0,0 болады. Соны ескеріңіздер. Неге мен ақшам отырмады деп ойламаңыздар, иә. Енді отчетты клиентке жіберу керек, немесе өзіміз сақтап алу керекпіз, иә. Мына жерде действие дегенде просмотр вновь уведомление дегенді скачать етеміз. Бірінші уведомлениені басамыз, скачать етілді. Енді просмотр вновь дегенді бассақ, манағы декларациямыз шықты, иә. Сол жерде печать текущей формы таңдаймыз. Я печать текущей формы. Басқасын таңдасаңыздар, бүкіл декларация шығып кетеді. Сол себептен осыны таңдаймыз. Достар, мен болғандарыңызға рахмет. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Себебі каналға өте көп сізге пайдалы видеолар шығаруға тырысамын. Және де көптеген форс-мажор болады, солар туралы айтатын боламын. Сау болыңыздар.